Мен өзім 37-38 жасымда біліппін дұрыс тыныс алмай жүргенімді. Енді міне отырмын носкилерді орап, шарик қылып. Кеше ұстап тұр едім, осыны қолымда кеше көрсетем деп ойлағам, бүгінгі программада ғой ол. Міне осындай қылып шарик қылып орайсыз. Мячик қылып, бұл сізге қазір қажет болады. Енді диафрагма туралы. Диафрагма біздің қабырғамыздың астында көлденең орналасқан бұлшықты ет тәрізді орган. Енді ол не істейді? Жауырын егер басымызға қарай қанды качать етсе, айдап тұратын болса, бұл насос бүткіл ағзамызға, каждый клеткамызға кислород апарып тұрады. Кислород деген ауа. Ауа бұл өмірдің энергиясы. Ауа болмаса адам өліп қалады, тіршілік болмайды. Сол үшін сіздердің клеткаларыңыз жаңарып, тазарып, демалып, тыныс алып тұру үшін осы диафрагма бізді ауаны айдап отырады. Енді ол диафрагма жабысып қалады, көп адамда жабысып қалған, біз өпкемен тыныс аламыз. Ал кішкентай баланы қарасаңыз, олар ішпен тыныс алады. Сол ең дұрысы. Енді қазір мен ішімді ашам, ойбай, ішіңді аштың, шешіндің демеңіздер. Бұл сіздер үшін, сіздерге көрсету үшін, көрнекті болу үшін. Енді міне диафрагманы ашамыз. Бірінші ауаны шығарамыз. Міне көрдіңіздер ғой да, мен міне ашып тұрмын. Осы жерге қазір екі допты былайынан қоямыз ішіне қарай. Мына жауырынның астына қоямыз да жатамыз. Дәл осылай. Мына қабырғаңыздың ішіне қарай кіріп тұру керек. Екеуін екі жаққа қойдыңыз, жатамыз. 10-15 минутқа дейін жатуға болады. Резкий боль болмау керек, қыздар, ауыртып жасамаймыз. Егер де ауыртып жатса, полный весіңізді тастамаңыз, салмағыңызды қатты салмаңыз, кішкене ұстап тұрыңыз. Одан кейін, егер жаймен жіберіп жатса, терең жасай беретін боласыз. Күнделікті осыны жатып жасаңыз, енді мен сіз жаңа наглядно көрдіңіз, енді мен сыртынан ұстай берем, е? Жатып болғаннан кейін, ақырын ғана мына саусақтарыңыздың қырымен тынысты шығарып аласыз. Содан кейін барып көтеріп, например, міне. Осылай ұстаймыз. Кішкене ұстап тұрамыз. Жібереміз. Келесі жағын дәл солай. Міне, ұстап алдыңыз. Жібереміз. Диафрагмаңыз бос кезде сіздің клеткаңызға кислород жақсы барады. Осында үйде күнделікті жасап тұрыңыз, ашылғанша диафрагмаңыз.